дұға тілектерімізді Алла тағала қабыл етсін. Менің есімім Құман Оразбаев. Мен осы MLM бизнес саласында басқа қосымша табыс көзі деп бұны қарап, негізінде 15-16 жылдай осы MLM бизнесті основной өзімнің жаңағы атқарған бизнесім негізінде біз квадрат денежного потока дейді ғой, Роберт Киосакидің. Сонда төртке бөлінеді, өзі R, S, B, I деп. Жаңағы R дегеніміз ол работающий по найму дейді. Сол жаңағы сондай найм, работающий по найму жаңағы біреуге жұмыс істедік. Теміржол саласы. Негізі өзімнің мамандығым құрылысшы, бірақ дегенмен де біздің Қазақстан мемлекеті егемендік алып, өзінің жаңағы туын тігіп, өзінің теңгесін алып жатқан кезде, біз сол уақыттарда оқу бітіріп, диплом алып жатқанбыз. Сонда біздің мамандығымыз, құрылысшы мамандығы ешкімге керек жоқ болып қалды. Ол кезде ала сөңкі жаңа көтеріп, сауда жасайтын коммерсанттар деген ұғым пайда болып, біз сол өзіміздің профессиямыздың керек жоқ болғандығынан жаңағы работа по найму іздеп теміржол саласына келіп, сол теміржол саласында 25 жыл қызмет жасадым мен. Сол қызмет жасап теміржол саласында жұмыс ашып жүрген кезде негізінде мына жұмыс пен бизнестің арасында, екеуінің арасында айырмашылықтар бар, айта кетейін. Жұмыс, работа по наймуда адам жаңағы өзінің уақытын сол жерге жұмсайды да, 8 сағат уақытын, жаңағы 18 сағатқа дейін уақыттарын жұмсайды да. Екінші, өзінің денсаулығын сол жерде жұмсайды. Үшіншісі, ол жерде бұл адамның жаңағы сол салаға сай өзінің дипломы болу керек та, диплом болу керек. Төртінші, ол жерде жаңағы работа по наймуда табатын ақшаның несі, табысы мөлшері ғана болады өзі. 80 мың, 50 мың, 100 мың сондай мөлшер болады да. Бизнес саласына келетін болсақ, бизнес саласында сізде уақытыңыз ешқандай шектеулі емес, өзіңіз білесіз. Екінші, бұл бизнесте өзіңіздің денсаулығыңызды жүзейсіз. Ана работада сіз денсаулығыңыздан айырылатын болсаңыз, бұл бизнесте, сетевой бизнесте, мына бизнестерде, жаңағы основной сетевой бизнесте айтам, бұл жерде денсаулығыңды түзетесің сен. Үшінші, жаңағы работа по наймуда сізге диплом керек болатын болса, бұл жерде сетевой направлениеде сізге ешқандай диплом керек жоқ та. Төртінші, работа по наймуда сізде ограниченный сумма ақша болатын болса, мына бизнес интернет саласында, бизнес сетевой саласында өзіңіз қанша тапқыңыз келеді, сонша табасыз. Осы критерийдің екінші критерийі денсаулықтың жаңағы нашарлауына байланысты, денсаулығымда ақаулар пайда болуына байланысты. Мен өзім денсаулығымды түзету үшін біраз жерлерді араладым да, больницаларға қаралдым, больницаға жаттым, көп жаңағы дегенмен де денсаулықтың сондай бір жақты түзеліп кеткен байқалмады да. Сөйтіп, ары-қарта ізденіспен келіп, бір мықты бір Американың компаниясына тап болып, сол компанияның презентациясына қатысып, сол компаниядан мотивация алып, сол жердегі витаминдерін алып, 6 ай ішіп, мен жаңағы өзім денсаулығымды жақсы түзеп алдым да. Содан бұл сетевой направлениені мен дополнительный доход ретінде қолданып келдім да. Енді көбінесе мына адамдар өздерінің финансовый состояниясын ақша көп табу және сол ақшасымен көп табумен есептейді екен да. Forbes журналының есебі бойынша, мысалға, бай адам кім дейді да, оның доходы 1 миллион, жаңағы бір жылда $1 миллион табыс көзін тапқан адам, яғни айына $83,333 айына кіріс.
не болмаса $20,000 аптасына табатын адам, ол жаңағы Forbes-тың айтуы бойынша бай адамдардың қатарына саналады екен да. Енді керісінше кедей дегеніміз ол $25,000 жылына $25,000 табатын адам жаңағы кедей болып саналады екен да. Осы сол кезде жаңағы бізге презентацияда осы квадрат денежного потока дегенді бізге түсіндіріп айтты да. Бұл өзі 4-ке бөлінеді да. Роберт Кийосакидің кітабын оқысаңыздар, квадрат денежного потока 4-ке бөлінеді да. Сонда бірінші категорияда R деп тұрады да, ол работающий по найму. Ол дегеніміз кім жатады оған? Жаңағы 8 сағат жұмыс істейтін адамдар, өздерінің уақытын, өзінің күшін, жігерін, денсаулығын, өзінің дипломын сол жұмысқа бөліп беретін адам работа по найму. Ол соған определен уақытта жұмысына барады, келеді, смен болса сменмен істейді, и сол істеген еңбегіне қарай оған ақша төленеді да. Екінші категория С, ол жаңағы өзіне жұмыс істейтін адамдар да. Олар кішкене ұсақ-түйек бизнесмендер, өзінің чебуречный бар, өзінің кішкентай магазині бар, өзінің жаңағы бір адамы бар, қол астында жұмысшы, сондай жаңағы кішкентай бизнес құралдары бар адамдар да. Үшінші жаңағы бұл бизнес деп аталады да. Бизнес жаңағы квадрант, ол бизнесте бұл адамның қол астында 500-ден жоғары адам жұмысшы бар. Сондай мекемені басқарады. Мысалға, меншік магазині бар, үлкен рестораны бар, не болмаса кішігірім заводы бар да. Сондай бизнес басқарған адам жаңағы осы квадрант Б-да тұрады да. Енді ең ақырғысы инвестор дейді да. Инвестор дегеніміз ол ақшаны жұмыс істететін адам да. Енді осы естіген кезде жаңағы мен өзімнің қай категорияда жүргенімді түсіндім да. Ең бірінші категорияда жүргенімді түсіндім. И менің арман мақсатым жаңағы категория Б-ға өту, Б-дан И-ға өту болды да негізінде. И соған әрекет жасадық. Бәленбай жыл әрекет жасап, Алланың қалауымен қазіргі таңда міне Алла біздің осы әрекетімізге берекет беріп жатыр да. Көбінесе мысалға адамды не бай қылады деп адамдар өзіне сұрақ қойды. Көп адамдар жаңағы ақша бай қылады деп ойлайды да. Ол қате жауап негізінде де. Ақшаның көптігі жаңағы ол байлықтың признагі емес екен да. Әркез оны жоғалтып алу мүмкін, мысалға, или недвижимостың болды, или бір сондай бір ақшаны көтеретін бір құралың бар да, бірақ ол недвижимостың бағасы түсіп кетуі мүмкін, Сонда адамды байытатын не деген кезде ол білім екен да, білім. Осы білімді шыңдау арқылы, осы білімнің жаңағы шегіне жету арқылы адам мына өзінің состояниясын, өзінің жағдайын түзетеді. Бізге мына бәріңіз білесіздер, Совет өкіметінің кезінде басня Крылова деген болған, басня Крылова дейді. Ол жерде шегіртке мен құмырсқа туралы айтады. Құмырсқа сондай бір данагөй, еңбеккөр, қысы жазы жұмыс жасайды, өзінің қорегін жинайды, бірақ ал енді стрекоза, жаңағы шегіртке, жаз бойы секіріп, сықырып, өлең айтып, жаңағы қыс түскен кезде, суық түскен кезде шегіртке құмырсқаның үйіне келіп, жаңағы өзінің бір қыс түнеп шығуын құмырсқадан жаңағы историяда солай айтылады ғой, жаңағы басня Крыловада. Бұл қазір не актуальный нәрсе де негізінде. Құмырсқа сияқты өмір бақи пахать етіп, өмір бақи жұмыс істеп, жаңағы мына бірінші квадранттың R квадрантында қалып қалу, ол қазіргі таңда не актуальный нәрсе де. Осы адамдар осы жаңағы квадрант, бірінші R квадрантында өмір бақи өздерінің біздің маңдайымызға жазған осы деп, осы квадрантта қалып қалады да. Бірақ біз енді
осы системаны түсінгеннен кейін бұл жерден қалмауға, бұл жердегі табыстың біздің келешегімізге, біздің деніміздің саулығына, біздің кругозорымыздың өсуіне бұл жердегі табыстың жетпейтіндігіне көзіміз жетіп, біз осы квадранттан квадрантқа ауысуды өзімізге мақсат қойдық та, сөйтіп ақырында бұл ақшаны табудың әдісін үйрендік, одан кейін ақшаны қорғауды үйрендік, ақшаны ұстауды үйрендік, ақшаны жұмыс жасатуды біз үйрендік те. Қазіргі таңда мына ақшаны жұмыс істету керек те. Адам ақшаға емес, ақша керісінше адамға жұмыс істеу керек болып тұр да негізінде. Сол бизнестің өзі де бұл кішкентай бала сияқты да, бұл өскенше уақыт өтеді негізінде. Традиционный бизнесте мысалға ақша постоянно оборотқа келу керек, оборот жасап тұру керек, әр уақытта оны өсіру керек, не болмаса складтарды өсіру керек, не болмаса басқадан рабочийларды нанимать ету керек. Енді бизнес болғаннан кейін, традиционный бизнес болғаннан кейін ақша постоянно оборотта жүру керек та. Ал сетевой направление келетін болсақ, бұл сетевой направлениеде мына тем более біздің клубта ешқандай расход жоқ та. Бұнда бізде тапқан ақшамызды біз қайда жібереміз? Тек қана біз оны өзіміздің білімімізге, одан кейін обучениеға баруға, өзімізді өсіруге, команданы өсіруге, шет жақтан командаларымыздың табанды, білімді болуына көмектесуге, сондайға жұмсаймыз да бұл жерде ақшамыз. Артық расход бұл жерде жоқ та. Енді бір мықты коуч тренинг бар, соның тренингіне қатысқан сол кісі бір осындай бір жақсы нәрсе айтқанда, мына жетістікке жету үшін дейді, адамда екі қадам болу керек дейді. Бірінші идеология болу керек дейді. Идеология дегеніміз ол идеал деген сөзден шығады да. Мысалға бізде болды, идеология болды, пионер болу, одан кейін комсомол болу, одан коммунист болу, осылардың идеологиясы арқылы өкімет бір деңгейге дейін тұрды. Енді осы идеология, осы жетістікке жету үшін осы идеология керек екен. Идеологияның ішіндегі ең мықтысы бұл халыққа пайдалы болатын кәсіпкер бизнес жасау керек те. Қазіргі таңда біздің Ливгуд клубының основательдерінің біздерге осы бүкіл адамзатқа істеп отырған жақсылығы осы халыққа пайдалы болатын нәрсені жасау, соны істеп отырды, бар қолдан келгенше жасап отырды. Бүгінгі болған сабақты қарасаңыздар, мысалға тренингті Наудерхазан мен Бен Глинскийдің сабақтарын тыңдасаңыздар, 17-ші минутында Бен Глинский айтады, біз мына система воронка бәрін қосып болғаннан кейін біз продуктлардың бағасын бұдан да төмен түсіреміз дейді. Бұлар халыққа қандай жақсылық істеп отырды, өздеріңіз тыңдасаңыздар көресіздер. Ар жағында Наудерхазанның выступлениясы бар, одан кейін Райан Гудкин айтады продукциялар туралы, қандай продукция шығарамыз келешекте, оны қалай жеткізуге болады, оның сапасы қандай, осының бәрін бұлар түсіндіріп айтып отыр да. Екінші, адамда психология дұрыс болу керек. Мысалға, жетістікке жету үшін адамда психология дұрыс болу керек. 80% психологияға байланысты да негізі бұл бизнестің өсуі, өнуі, жүруі. 20% ол адамның үйренген қабілетіне байланысты да. Мысалға, Алла тағала адамды шірет дүниеге келіп, бәрін бірдей жаратады да адамды. Енді сұрақ бар мынандай, мысалға, үлкен жетістікке жету үшін дейді, мысалға, адамдар үлкен жетістікке жету үшін қандай әрекеттер жасайды? Енді біреулер бар, бір адамдар бар, кедей болып өтеді өмір бойы. Бұның құпиясы неде бұның, мысалға да? Алла тағала мысалға адам баласына ресурс бергенде, ол бір сондай бір, былайша айтқан кезде қазақша айтсақ, ресурс дегеніміз бір сондай қор бергенде, бір қорда 80-90% адамдар, мысалы кезінде кедей болып жүрген адамдар байды да. Осы ресурс бәрімізге беріп отырды. Бұл ресурс не ол? Бірінші уақыт беріп отырды Алла тағала бізге. Екінші ресурс энергия, үшінші бізге денсаулық беріп отыр. Өзі біздің ата бабаларымыз, Египет, Мысыр, Египет, 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 Египет,
біз амандасқан кезде бірінші жаңағы сұрайды, денсаулықты сұрайды, иә. Екінші, оң саулықты сұрайды. Үшінші, ақ жаулығың қалай дейді. Бірінші, денсаулығың аман ба? Екінші, оң саулығың аман ба? Үшінші, жаңағы ақ жаулығың аман ба дейді. Сонда бірінші денсаулықты қойып отыр да бізде. Біздің уақыт пен денсаулықты осыны дұрыс бағындыру жаңағы біздің адамдардың осы ресурстарында егер де адам мысалға бай адам осы ресурстарды, осы айтқан ресурстардың бәрін дұрыс ақшаға конвертировать ететін болса, онда ол бай адам болады да. Енді осы ресурстарды дұрыс пайдаланбаған адам бұл сол баяғы жаңағы өзінің 8 сағаттық жұмысын істеп, өзінің мына қабілетін жасата алмай, сонымен ары қарата алла тағаланың маған жазғаны осы деп ертең құдайдың алдына барғанда үлкен сұраққа ілінеді. Алла тағала айтады, ертең мен саған денсаулық бердім бе? Бердім. Уақыт бердім бе? Бердім. Энергия бердім бе? Бердім дейді да, мысалға, иә, күш қуат бәрін. Біз мысалға көшеде жүргенде, қай жерде жүрмесек те, біздің алдымызға алла тағала бір мысалды келтіріп отырады да, әр кезде. Бір адам коляскамен кетіп бара жатады, бір адам таяқпен кетіп бара жатады, бір адам қайыр тілеп отырады да, біз соның қасында өзіміздің аяғымызбен, өзіміздің қолымызбен кетіп бара жатамыз да, соның қадірін бізге көрсету үшін алла тағала біз соны көрсетіп отыр да, сол нәрселерді. Соны түсінген адам шүкір етіп, жаңағы өзіне осы берген, жаңағы алланың берген жаңағы осы ресурстарын дұрыс пайдалануға әрекет жасау керек. Енді біздің мына Ливгуд клубына келетін болсақ, негізі Ливгуд клубының мына интернет пространстводағы біздің клубтың алға қойған мақсаты өте жоғары, керемет, келешекте бұның жетістіктері бар да. Мысалға, мен Amazon клубымен салыстырып өтейін деп, бүгін арнайы Amazon клубы туралы кішкене зерттеу жасадым да. Негізінде Amazon клубы Джефф Безостың клубы. Джефф Безос жаңағы бұны 1994 жылы ноябрь айында ашқан екен да. Негізі Джефф Безос Уолл-стритте жаңағы вице-президент болып жұмыс істеген екен да. Уолл-стрит дегеніміз ол хедж фонд, үлкен фонд Америкада. Соның вице-президенті болған. Бұның шер алдында, шпеген артында болғанда өте жаңағы состоятельный жерде жұмыс істеген. Бұның жаңағы командасы мықты болған. Бұл өте бір сондай алғыр адам болғанда, мына интернет программаны жүргізген, сол хедж фондтың интернет программасын жүргізген. Сонда бұл өзінің босс өзінің бастығына осындай бір идея айтқан екен да, бізге қазіргі таңда осындай бір интернет магазин ашсақ, менің ойымнан шықпай жүр осы. Тек қана ойым осында. Егер осыны ашатын болсақ, біз үлкен жетістікке жетеміз деп жаңағы бастығына идея айтады да, бірақ бастығы оның айтқанын көп тыңдамайды да. Соның бір екі үш достарын айтады, олар да тыңдамайды. Соны бұл ұйықтаса да, тұрса да тағатсызданып жаңа осы идеясымен жатып тұрып, кәдімгідей өзінің ойы, санасы бәрі осыған кетіп жүреді да. Өзі былай айтады, если я, это кто-то другой сделает деп жаңағы өзі сондай не етеді жаңағы осы бизнес өзінің идеясын. Содан бұл жаңағы компанияны сол 94 жылы ашқан кезде бұның атын абракадабра деп қойды екен де бірінші. Одан бұның достары айтады, бұл ыңғайсыз ат, бұл бизнеске жарамайтын ат деп. Содан кейін Рентелес пе сондай жаңағы безбажный деме, безбажный деме, сондай енді қорықпайтын сондай бір жарып өтетін мағынада сондай ат қойды да. Ол ат ұнамайды. Безбашный дей ме, иә. Содан кейін Оксфордский словарды ақтарып отырып, Оксфордский словардың ішінен жаңағы бұл Амазон деген сөз тауып алады да. Қараса үлкен өзен деген мағына екен де. Содан бұл жаңағы компаниясының атын Amazon деп қояды да. Негізінде Релентес па или аты бар, атын ұмытып қалдым қазір, бір неден аталады, бір
осы сонымен забивать етіп көрсе дейді да, жаңағы сол сайт әлі күнге дейін бар екен, Амазонға лақтырады екен де жаңағы сайт. Сөйтіп бұл Амазонды ашып, ең бірінші Амазонда жаңағы компьютердің бір нелері, одан кейін ұсақ түйек нәрселерді қояды да, содан ойына қой, бұл өтпей қалуы мүмкін, одан да мен кітап сатайын деп, ең бірінші жаңағы кітаптарды қояды да, осы неге, магазиніне. Сөйтіп кітап сатудан жаңағы бұның бизнесі жақсы жүреді, интернет жаңағы, бұның сыртынан күлген адамдар болады, бұның жаңағы бірден бизнес жүріп кетпейді ғой, айттым ғой, жаңағы бизнес жаңа туған бала сияқты да, жаймен жүріп. Енді бұның негізі акциясы қазіргі таңда, бұның акциясы басында $7 болған, одан кейін $107 болған, қазіргі таңда бұл Амазонның акциясы $800 кем емес екен акциясы. Содан бұлар өздеріне цел қойды, 2000 жылы біздің жаңағы товар оборотымыз $74 миллион жететін болса, ол 3 деген баға қоямыз өзімізге, жақсы. Егер біздің товар оборотымыз 144 миллионнан асатын болса, онда бұл успех бізде деп өздері мақсат қойды да. Шындығында келген кезде бұлар 2000 жылы бұлардың товар обороттары 1,6 миллиард товар оборот жасайды да. Сөйтіп 97 жылы бұлар жаңағы компания IPO-да, бұл компания IPO деген Америка жақта үлкен сондай компаниялар сатылатын, компаниялардың бағасын тағайындайтын үлкен не бар, IPO компаниялардың құндары тұрады. 97 жылы Амазонның бағасы $438 миллион болған екен да. Енді кейінгі 5 жылдықта бұл одан 5 есе өскен екен. Қазір одан да қымбат болып кетті да. Енді келешекте міне қараңыз, 97-тен бері қанша жыл өтті. Мына Амазонның жаңағы жұмыс істеп жатқанына, акциясының бағасы қалай өсіп жатыр. Біздің Ливудқа бәр жылғы 2 жыл болыпты. 2 жылдың ішінде біздің жаңағы клубта 1,8 миллион артық қазір не бар да, біздің жаңағы член клуба бар да. Ал Амазонда 5 жылдың ішінде бұлар 1 миллион адам жинағанда. Амазонның бұл Амазондағы жаңағы бұның преимуществосы, басқа бизнестерге қарағандағы преимуществосы, бұл жерде жаңағы членский взнос төленеді. $14.95 членский взнос төленеді бұл жерде. Бұл членский взнос арқылы өзінің жаңағы осы рынокта рентабельный екенін, осы рыноктағы нишасының өзінің орнын алып, компаниялар банкрот болып жатқан кезде Amazon өте жоғары показательді көрсетіп, жаңа мен айтып отырған цифраларға жетіп отырды. Қазіргі таңда 270 мыңнан артық адам жұмыс істейді екен Амазонда, иә. Интернетте 7-ші популярный сайт болып саналады Амазон қазіргі таңда. Годовой обороты $107 миллиард бұның. Годовой обороты. Қазір 304 миллион клиенті бар екен. 304 миллион деп есептеңіз. Сонда әрқайсысы $14.95 салған кезде есептеңіз қанша айына табыс береді. 120 миллион покупатель, жаңағы бір айда 120 миллион покупатель товар оборот жасайды екен осы Амазонда. Күніне сонда 4 миллион жаңағы доставка, 350 миллион телефон сатылады екен. Ең үлкен торговый площадка болып саналады. 2014 жылы осы Амазонның бағасы $1 миллиард болған екен де. Қазіргі таңда $350 миллиард асып кетті бұның бағасы. Ал Джефф Безостың өзі состояниесі $70 миллиард болып саналады. Қазір ол бұдан 2 есе өсіп кетті де бұның бағасы. Цукерберг деген жаңағы Фейсбуктың основателі бар, иә. Бұл жаңағы Цукерберг ең бай адам болған, қазір Цукербергтан басып озды. Билл Гейтс деген мықты жаңағы бай адам Америкада. Оның состояниесі 76 миллиардтан асқан. Мынау уже сол күнге Билл Гейтсті уже басып озып, қазір сондай жетістікке жетіп жатыр да. Енді осыдай еңбек істеп жол жүріп кеткен жаңағы бизнес площадка, иә. Тура осы жолмен біздің Ливгудта келе жатыр да, тура осы жолмен келе жатыр. Ешқандай ештеңе придумать еткен жоқ. Просто бұл жерде біздің основательдер
жаңағы элемент сети қосты да, элемент сети қосты. Ал енді сол Амазонға сол кезде тіркелген адамдар, мысалға сол жаңағы қанша дедім, 304 миллион клиенті бар дедім ғой жаңағы Амазонның. Енді сол адамдар 304 миллион адамның хотя бы 100 миллионы мына осы элемент, сетевой элемент қосылып нетсе, или сол кезде осы сетевой элемент қосатын болсақ, 304 миллион адам қазіргі таңда қанша миллиард доллар ақша тауып отырар еді. Ал енді біздің основательдер осының бәрін ойлап көріп отыр ғой. Бұлар бізге айтып отырды, сендер келешекте осыншама ақша табасыңдар, ешқайсың ақша таппай қалмайсыңдар, сендер мына жерде үлкен жетістікке жетесіңдер деп біздің основательдер бізге осы біздің клубтың келешегін осы протоптанный осы компанияның жаңағы шығарған доходты, осылардың тапқан табысының өздері көзімен көріп, осыны естіп біліп отырғаннан кейін тура осы жолды жаңағы бұлар өтеміз, біз осындай дәрежеге жетеміз деп отырды. Енді 2030 жылы бізде 100 миллион адам болады деп тұрды негізінде. Біздің клубта 100 миллион адам болады дейді. Енді қазір 1 миллион 800 мыңнан артық адам болса, енді бір 5-6 жылдың ішінде 100 миллион клиент келетін болса, сіздің орныңыз қайда? 100 миллион адам орны қайда? Сіз қай жерде тұрасыз? Сіздің доходыңыз қандай болады да? Соны ойлану керек та. Көп адамдар осы жаңағы білімнің жаңағы шеңбері кішкене аздау болғандықтан ба, или осындай ақпараттарды естімегендіктен ба, адамдар көп сенбейді. Ой, қойшы, ол қашан болады, ол 5 жыл деген қай уақытта деп. 5 жыл деген өте шығатын нәрсе де ол. Сіз бар болсаңыз да, сіз біздің қасымызда жоқ болсаңыз да, 5 жыл өтеді да. 5 жылда біз қайда боламыз? Сол баяғы 8 сағаттық жұмыста жүретін шығарсыз мүмкін. Денсаулығыңыз қандай болады ол кезде? Сіздің жаңағы зарплатаңыз қандай болады? Сіздің басқа да жаңағы тұрмыс жағдайыңыз қандай жағдайда болатынын бір Құдай біледі. Сондықтан қазіргі таңда осы мүмкіншілікті пайдаланып қалыңдар деп біздің основательдер әр зумда, әр өздерінің жаңағы халыққа жолдауында осыны бізге айтып отырады. Енді жаңағы біздің направление негізінде бұл интернет направление басқа направлениеге, басқа бизнестерге қарағанда бұның өзгешелігі өте көп те негізінде. Біз осы мүмкіншіліктерді пайдаланып, өзіміз оқып, өсіп, өніп, мына басымыздағы паразиттердің бәрін убирать етіп, адамның ой өзгергенде ғана оның өмірі өтеді. Соны біз өзгертуіміз керек та. Өзіміздің ойымызды өзгерткенде ғана біздің жаңағы командамызға, біздің қатарымызға жақсы жаңағы әріптестер келеді. Ол кісілер келген кезде оларды да үйрету керек та. Егер ол кісілерді біз үйретпей, оны біз сол бір $25 үшін тіркеп алып қана ертең оны тастап кететін болсақ, ертең біздің жаңағы бұл жерде құнымыз 5 тиын болып қалады. Біз өзіміз үйренгенімізді өзіміздің командамызға үйретпесек, өзіміздің астымыздағы адамдарға көмектесіп, ол кісілерді бізден де дәрежесі жоғары, бізден де жаңағы білімді қылып шығармасақ, ертең біздің табысымыз да, біздің бизнесіміз де өспей қалады. Сондықтан бұл сетевойдағы ең бір керемет нәрсе, сен өзіңнің білгеніңді ішіңе қыстырып тығып қалмайсың да бүйтіп. Басқа традиционный бизнесте 2 магазин тұратын болса, 2 магазин бір-біріне конкурент та. Анау товарын қалай сатып жатыр, қандай акция жасап жатыр, оны мына конкурентіне айтпайды да. Ол негізінде өліп бара жатса айтпайды оны. Мысалға ол товарды қай жерден алды, қанша бағаға алды, оның жаңағы качествосы қандай деген нәрселерді бір-біріне айтпайды. Ол жерде черный негатив жүреді постоянно. Ал біздің бизнесте, мысалға, біздің направлениеда біз өзіміздің білгенімізді, интернеттен үйренгенімізді, оқығанымызды, көргеніміздің бәрін өзіміздің командамызға үйретіп, командамызды жаңағы алдыға жетелемейтін болсақ, біздің бизнесіміз де жаңағы алдыға ешқандай алдыға баспай қалады. Енді бұл интернеттің бізге пайдасы негізінде өте көп та. Мен сол бірақ компанияның примерімен ғана келтіріп отырмын да.
Ал енді қаншама компаниялар бар қазір дамып жатқан, байып жатқанда. Мысалы криптовалютамен істейтін компаниялар бар, иә. Криптовалютамен байып, жаңағы өздерінің сообществоларына жақсы табыс беріп жатыр. Басқа да IT направлениеде өздерінің жаңағы әртүрлі интеллекттарымен дамып, өздерінің сообществоларын байытып жатқан компаниялар қаншама көп. Басқа да направление, интернетті, в общем, қазіргі таңда бұрынғы сияқты арбалап, дорбалап сататын заман емес те қазір. Ол заман қалды. Келешекте мына базар, мына үлкен магазинде, супермаркеттің бәрі келешекте бұның бәрі артта қалатын нәрсе де. Қағаз бұрын ақшаның түрі қандай болды бұрын? Тас ақша болды, одан кейін темір ақша болды, одан кейін бронза болды, күміс болды, алтын болды, одан кейін қағаз болды, иә. Қазір электрон ақша келді де. Енді біраз жылдан кейін мына қағаз ақшаның да құны кетеді, қағаз ақша жоғалады. Потому что қағаз ақшаны шығару үшін өкіметтен қанша миллиард ақша кетеді. Ақшаны жаңарту керек, ол ақшаны утилировать ету керек, иә. Ал енді электрон ақша шығарса, ол ешқандай затрат жоқ та оған. Біздің основательдердің жаңағы өткізетін зумда өздеріңіз көріп отырсаңыздар, үйде өткізіп отыр да, үйде өздерінің үйінде, залында, мысалға біз сияқты. Міне бізде қазір мен офиста отырған жоқпын, өзім үйімде отырмын. Ешқандай мен біреуге арендаға ақша төлеп отырған жоқпын. Интернетіме ақша төлесем төлеген шығар, мен ол өзім үшін керек, бизнес жүргізу үшін де. Бірақ мен үйде отырып қазір міне бизнес жүргізіп отырмын да. Мені қаншама адам көріп отыр қазір осы жерде, менің мына эфирімді, иә. Менің партнерларым көріп отыр, иә. Жаңадан кірген адамдар осы жерде көріп отыр. Қандай кереметті бұл интернеттің пайдаланып, интернеттің жаңағы мүмкіншіліктерін қолдану өте қазіргі заманда сондай бір қарқынды дамып келе жатыр да. Енді осы мүмкіншілікті қазір пайдаланып қалмаған адамдар, бұлар жаңағы көштен қалып қалады да. Көштен қалады, көштен қалғаннан кейін жаңағы оның өкініш пайда болады, иә. Өкініштен кейін ары қарата не пайда болады? Өкініштен кейін ары қарата бұның семьясында осылай традиция кетеді, осылай. Мысалға бір семьяда біреу мысалға бір дәрігер болса, бәрі дәрігер болып жатыр. Біреу теміржолшы болса, бәрі теміржолшы болып жатыр да. Ешкім өзінің баласын өзгертіп басқа направлениеге жібергісі келмейді да, мысалға. Сол өзінің өткен жолын, өзінің сол істеген қиыншылығын сол баласына мойнына артып қойып жатыр да. Негізінде ата-ана қазіргі заман талабына сай балаларды жаңағы осындай жаңа бағыттарға направлять ету керек та. Жаңағы енді квадрант денежный потокадағы R деген секторға қалып қойсаңыз, бұл жерде сіз қала бересіз. Келешекте может дәрігерлер де керексіз болып қалуы мүмкін. Неге десеңіз, қазіргі таңда онлайн диагностика өтетін мүмкіншілік бар. Бізде мысалға клубта онлайн диагностика өтуге болады. Сенің состояниеңді бәрін айтып береді, қай жеріңде не жетіспейді, бәрін көрсетіп береді. Келешекте мұғалімдердің де мысалға саны қысқарып, мектептерде мысалға басқа болуы мүмкін да, обучение программалар. Қазіргі таңда Япония, Корея мемлекеттерінде мысалға продавец жоқ магазиндер бар. Продавец жоқ ол жерде. Кіресің, бүкіл жер камера, жаңағы электронный касса, затыңды аласың да ақшаны төлеп жүре бересің. Бірде бір адам жоқ. Мысалға бізде де мысалға біздің офистің астында жаңағы смал деген үлкен торговый центр бар. Сол торговый центрда мына жақ бұрыштарында мынандай үлкен автоматтар тұрды. QR-мен төлей саласың, кассаға ешқандай очередьке тұрмайсың. Білетін адам сол жерден келіп QR-ға төлейді, ешқандай уақытын алмай жүре береді. Бір жағынан уақыт экономить етеді. Енді мысалға бұл бізге 2 жыл болды, мысалға біздің бизнесімізге 2 жыл болды. Енді 5 жылдан кейін, 10 жылдан кейін, 15 жылдан кейін қандай результат көрсетеді? Бұлай ойлап қарасаңыздар, көздеріңіз жұмып, сіздер қандай жетесіздер, қандай жаңағы инвестиция сіздер өздеріңізге құйып атқандарыңызды елестетіп көрсеңіздер, сіздер бар ғой, Аллаға шүкір айтып, сіз шақырған адамға, осы бизнес шақырған адамды құшақтап бетіне сүйілерің керексіз. Неге десеңіз, мына фисташка деген ағаш бар екен да, ана жол Қонысбай мырзаның сабағында естідім да, 300 жыл өзіне 300 жыл плод береді екен, ол 300 жыл жеміс береді екен да. Бірақ ол 300 жыл жеміс беру үшін оны 30 жыл баптап өсіру керек екен да.
30 жылдан кейін барып ол жемісін береді, 300 жыл жеміс береді екен да. Бәленбай сенің ұрпағыңа, сенің немере, шөбере, шөпшектің бәріне қалады да ол. Енді бамбук деген ағашты білсеңіздер, бамбук ағашы ол қалай өседі? Бамбук ағашта 3-4 жыл жаңағы жердің астында жатады, өспейді да. И бір моментте бәленбай 120 метр биіктікке бір 3 айда шыға келеді да, примерно. Сондай жаңағы прорывной, сондай қазіргі таңда мына интернеттегі направлениедегі біздің бизнесіміз, біздің мына келген Либгуд клубындағы Либгуд клубының бағыты өте керемет та. Енді бұл бизнесті түсініп, бұл бизнесті істемейтін болсақ, онда біз ешкімді кінәлауға хақымыз жоқ та біздің. Ертең Құдайдың алдына барған кезде Алла тағала төбеңнен тоқпақтап ұрудан ғажап емес те. Неге десең, Алла тағала саған бәрін беріп отыр да, интернет беріп отыр, мүмкіншіліктің бәрін беріп отыр, денсаулығыңды беріп отыр, көзің соқыр емес, аяқ қолың балғадай, мысалға, екі құлағың естіп тұр, күнде саған жаңағы интернеттен сабақ беріліп жатыр, күнде 2 уақыт, телефоның жоқ десең, телефон деген толып тұр, базарда. Бушный телефон керек па, жаңа телефон керек па, қаражатыңа байланысты. Бәрін алып, мүмкіншіліктің бәрін қолданып, осы берген осы мүмкіншілікті егер істемейтін болсаң, өз обалың өзіңе да. Енді қазіргі буындар, осы бизнесте жүрген біздің әріптестерді айтамын да, қазір мен соларға бір айтып кетерім бар қазір. Осы бизнес түсініп келген адамдар, мысалға, біздердің әріптестеріміз, біздің командамыз мысалға осы бизнес түсініп келіп жатыр да. Сол келіп жатқан адамдарға бір Мұхтар Шахановтың бір поэмасынан бір үзінді айтқым келіп отыр. Бір кәрі шопан дейді, таудың басында тұрса, таудың етегінде бір теке бақырып жатыр дейді да. Содан кәрі шопан келіп таудың етегіне түссе, таудың етегінде бір жас шопан бір текені жығып сап сойып жатыр дейді да, ұрып. Ей, ақымақ, малдың қадірін білмеген, неғып соғып жатсың десе, анау таудың етегінде ағып жатқан өзен бар екен, мына теке өзеннен өтпей қойған екен да. Содан жаңағы қарт шопан айтқан екен де, ей ақымақ, малдың қадірін білмейтін, өзің қорқып тұрған мына өзеннен, мына теке қалай өтеді деп шекпенін шешіп тастап, өзеннен өзі өткен екен да. Артынан теке өткен екен, текенің артынан қойлар өткен екен да. Тура сол сияқты, егер сіз қорқып мына бизнес жасамайтын болсаңыз, ешкім жасамайды да. Біздің қазір өсіп келе жатқан ұрпағымыз жақсы. Біздің мына жиналып келген командамыз бәрі өте жақсы да қазір. Енді осы жерде біз жол көрсетіп, жаңағы ұрпағымызға, келешегімізге, бала шағамызға осы бизнесті оқытып үйретпейтін болсақ, бұның келешегін біз оларға түсіндірмейтін болсақ, онда біз күнә бізден болады да. Мына туысқандарымызға, жақындарымызға қайтсек те осы бизнесті жеткізу керек те біз. Мына тұрған окошкаларда тұрған астымыздағы орындар бәрінде біздің туған туысқандарымыз, бала шағамыз, жақындарымыз тұру керек те. Соған біз әрекет жасауымыз керек. Оларға қайта-қайта касание жасап, қайта-қайта ескертіп, қайта-қайта айтып, жаңағы солардың көзін ашып, осы жерге жеткізуіміз керек те біз негізінде. Мынандай бір тақпақ бар, мынандай. Төле би бабамыз айтқан екен де, мынандай. Алтыннан басың болса да, ағайын мен ел керек, алтыннан тоның болса да, жағы менен жең керек дейді. Ағайының бар жерде басыңда тұрар аруағың, ағайының жоқ жерде шайнауда қалар бармағың дейді. Жік-жік етіп ұрпақты бөлетінді ағайын, қисайғанда жабылып көметінді ағайын. Ағайынды жамандап, жақсысын қайдан табайын дейді. Сондықтан біз мына өзіміздің жақындарымызды, бала шағамызды, өзіміздің туысқандарымызды осы бизнеске әкелу керекпіз. Мына реклама басталмай тұрып, осы бизнестің кереметтігін көрсетіп, осы жердегі табысты ол кісілерді алу керек те, жалғыз біз емес. Әр отбасында бір бай болу керек негізінде. Біздің қазақтың менталитетінде, біздің ата бабамыздың салт дәстүрінде бір бай бір ауылды бағып отырған, қарап отырған негізінде. Сол ауылдың мұң мұқтажын
сол ауылдың жаңағы жесірін, сол ауылдың жетімін бағып, соның бәрін көтеріп ұстап отырған бір бай болғанда, кейіннен мына біз политиканың жаңағы басқа саясаттың басқыншылықтың салдарынан біздің ата бабамыздың жолын қиып, біздің көптеген құнды нәрселерімізден айырып тастады. Енді осыны біздің қанымызда қалды ғой, біздің генімізде бар осы нәрсе. Осыны біз оятуымыз керек, осыны тұрғызуымыз керек біз. Егер осыны істемесек, ертең біздің Құдайдың алдында біздің масқарамыз шығады да, және де қалайша айтсам болады, біз кеудеміз ашық болу керек, біз ашылуымыз керек та, біз жабылып алып жүрмей ашылып, осыны сол кісілерге осының пайдасын түсіндіріп айтатын болсақ, ертең олар бізге рахметін айтады да. Негізінде $10 төлеу деген түк емес, мысалға, 3 ай, 4 ай, 5 ай төлейтін болсаң, ары қарата уже самақ ұпайымыз кетеді, переливтен адамдар түседі астыңа, и сенің $10-ыңды уже сенің оборотың өзі жауып кететін болады да. Менің командамда ондай жаңағы примерлар өте көп та. Мысалға, бүгін біздің командамызда бірінші рет шет мемлекеттен біздің командамызға бронза жапты да. Ол жаңа Мекке қаласынан біздің партнеріміз бронза статусын жапты да. Біз соған қуанып жатырмыз да. Біздің бірінші шетелден партнеріміз өз бронза жауып отыр да, біздің чатымызда отыр. Онымен біз через Google переводчик сөйлесіп, 6 айдан артық оқытып, үйретіп, жаңа кісіні негатив ұстап қалмасын деп жол көрсетіп, қандай бір ағылшынша ақ түссе, соны сол кісіге жіберіп, сол кісіні үйретіп, ақырында міне осындай жаңағы ол кісі өзі қуанып бронзасын жауып отырды. Енді ары қарата ол кісіге серебро бол, өс, біз көмектесеміз саған, Қазақстанға кел деп жаңағы көп нәрселерді көрсетіп жатырмыз да. Өзінің ризашылығын білдіріп жатыр да. Өстіп жаңағы өзіңіз командаңызды тартатын болсаңыз, білгеніңізді үйрететін болсаңыз, сіздің артыңыздан еретін адам көп болады. Егер жалқаулық ұстап, жаңағы өзіңіздің үйренгіңіз келмейтін болса, онда сізді кім керек қылады да, мысалы. Махамбеттің мынандай сөзі бар екен де, кәрісі кімнің жоқ болса дейді, жастары болар диуана дейді. Қараңыздар, кәрісі кімнің жоқ болса, жастары болар диуана. Бұл кәрі деген мағынада бұл жаңағы кәрі адамды келтіріп тұрған жоқ. Бұл жерде ақылды, жаңағы өзінің ақылымен ұстайтын сондай бір нені айтып тұр да. Егер жол көрсететін жаңағы серке сияқты болмасаңыз, ертең біздің жаңағы өсіп келе жатқан жастарымызда, біздің командамызда жаңағы осы квадрант, денежный потокада кітаптағы квадранттың R деген бөлігінде жүріп өмірлерін өткізеді. Ертең өкінішпен өтеді, оңға тартса өгіз өледі, солға тартса арба сынады. Сондай жаңағы өмірде өтіп кетуі мүмкін да. Біз енді солардың өмірін өзгертуіне біз әрекет жасап көмектесуіміз керек. Неге десеңіз, біз қазіргі таңда бүкіл мүмкіншіліктің бәрі келіп тұр, мүмкіншіліктің бәрі беріліп тұр. Біздің компанияның беретін өте көп. Енді продукциясының өзі қандай, качествосы қандай, бағасы қандай арзан, кіретін входтың өзі қандай арзан. Қазіргі таңда біздің клубқа көптеген қара дақтар жағылып отыр да, средств массовой информацияда. Біз жалғызбыз да, бізге бүкіл сетевой элемент, бүкіл сетевой компания, бүкіл жаңағы осы бизнес қауымның бәрі жаңағы біз ақ қарға болып тұрмыз да қазір. Бізге бәрі қарсы, былайша айтқан кезде. Неге десеңіз, біздің направление, біздің алған бағытымыз бұл жаңа жолда. Негізінде мына ислам діні басталған кезде, пайғамбарымыз саллаллаху алейхи вассалам дінді насихаттаған кезде осындай жек көрушілер, қаралаушылар, керемет көп болғанда, ол кісіні таспен ұрған, жаңағы өлтірмекші болған, неше түрлі қиянат нәрселер жасағанда, но бірақ та ол кісіні Алла тағаланың қалауымен бұл нәрсенің дұрыс екенін жеткізіп адамдарға қазіргі таңда міне 1441 деген жылы дамыған үстіне дамып өскендеп адамдар иманын көтеріп жақсы болып келе жатыр да.
бізде сол сияқты жаңағы әрбір бастама негізінде қиын болады да ол. Әр бастама қиын болады. Оны қолдайтын адамдар өте аз болады да. Негізінде мына өмірде 10% адам осы біздің өмірімізде 10% адам ғана сондай бір адамдарды жаманшылықтан қайтарып жақсылыққа тартатын 10% адам бар екен да. Қалған 90% черный негативті екен да. Сол 10% адамның қатарында сіз болғаныңызға қуаныңыз да. Сөйтіп біздің қатарымыз көбею керек. Ертең біз өсіп өніп, мына компания өзінің оборотын жасап, 100 миллион адамға дейін жетіп, 200 миллионға, 300 миллионға Amazon сияқты 300 миллионнан асып, 500 миллион адамға жететін болса, нұр үстіне нұр болмай ма бізге? Онда біздің жағдайымыз қандай болады? Біздің дәрежеміз қандай болады? Біздің инвестициямыз қандай болады да? Біздің интернетке салған $50 инвестициямыз біздің қандай дәрежеге жеткізетінін түсіну керек. Осы бастан соны адам көзін жұмып ойланып өз есептеп көретін болса, жаңағы нұр үстіне нұр болады деп ойлаймын. Енді менің айтатыным бітіп қалған сияқты. Сұрақтарыңыз болса қойыңыздар. Осы енді сұрақтарыңыз болса қойыңыздар. Рахмет, Думан мырза. Керемет тамаша сабақ болды. Сұрақтарыңыз болса Думан мырзаға қойыңыздар. Қоюға бола ма? Қоюға бола ма? Әрине қойыңыз. Өте мағыналы, сондай керемет жаңағы сабақ өткіздіңіз. Сізге Алла разы болсын. Тектінің тұқымы екеніңіз көрініп тұр. Қазақтар негізі текті болған ғой. Сол қазіргі кезде біз тектілікті жоғалтып алып отырмыз. Осындай жолға қоятын, мысалы, осыдан 2 жыл бұрын кірдім осы компанияға, ақшам төлеп. Менің спонсорым жоқ болып кетті, кабинетімді жазып алмаған ғой, айырылып қалдым мысалы. Енді Алла тағала қайтадан әкеп, жаңадан кіргізіп, маған Меруерт деген ханымды бұйыртты. Ол кісі өте керемет, бәрін түсіндіріп, жаңағы тартып жатыр ғой. Бірақ мен бір орнынан қозғаламай жатырмын. Неге дейсіз ба? Менікі құлдық сана, 38 жыл мұғалім болып жұмыс істедік, жасыратын жоқ, Одан кейін сотта істедім, медиатор болып. Сол ортада шыға алмай жатырмын ғой, ешқандай. Қазір о жақта да табыс жоқ, мұғалімдікте де табыс жоқ, ақшасы отырмын. Енді мына жүрейін десем, бір зат алға қарай, мынау как раз осындай сабақтарға кірер кезде телефоным істемей қалады. Басқа кезде күшті істейтін телефон өте, телеградалар маған көп болып тұр, маған қиындау болып тұр. Орысшаны тыңдаймын, миымыз қақпайды. Шындығы керек қой енді. Қазақша, всю жизнь қазақша сөйлеген адамбыз ғой. Қазір шамалы Астанаға келіп, орысша сүлдірейміз, миымыз соны қақпайды ғой. Сізге рахмет, қазақша күшті түсіндіріп жатыр. Сізде адамдардың қатары көп болсын деймін. Сол переграданы қалай тастауға болады? Көмегіңіз бар ма? Так, преградадан құтылудың өзіңізде ғана, ол басқа ешкімде емес. Сіз өзіңізде ғана, ол өзіңіздің мына жеріңізде ғана тұрған нәрсе де ол. Адамның санасы өзгергенде, адамның ойы өзгергенде өмір өзгереді деген мақал бар ғой. Енді сізге жақсы кітаптар оқу керек та. Жоқ, мен бәрі богатые, бәрі оқып тастаған кітаптардың. Соны бірақ бәрі, менде қолымда Абайдың жаңағы қара сөзі де бәрі де. Бірақ сол неге маған бизнестан всегда жолым болмайды да. Бизнесқа кірем, бірақ жақсы дәрежеге жетем. Мен Global Trend'та бронзовый директор болдым да, адамдар жұмыс істемей қалды да, тоқтап қалды. Арифлеймді золотой директор. Шегіне жетем директорлықтың, содан әрі қарай жүрмейді ғой, ха десем де, неде Марина Хелсті серебряный, бәр жерде директор болам. Бірақ жұмыста да солай, әрі қарай жүрмей қалады. Осы неден екен соны біле алмай отырмын. Сіз білетін сияқтысыз соны. Соның жауабын айтып берсең. Сізге ортаны өзгерту керек. Бірден, екіншіден, жаңа адамдар сізге, жаңа достар табу керек. Жаңа команда создавать ету керек. Өзіңіздің знанияңызды көбейту. Мысалға,
матрешка деген бар ғой, матрешка. Білесіз ғой, матрешкалар. Орыстың матрешкасы бар ғой, мынандай. Сіз кішкентай матрешка болып тұрып, үлкен матрешканы сіз үлкен матрешканың сыртына киіп алмайсыз. Потому что сіз кішкентай матрешка болып тұрсыз ғой. Сіздің сыртыңызды қаптайтын матрешка, оның сыртын қаптайтын матрешкалар сіздің бизнестегі сізге келетін адамдар сияқты да. Сонда сіз кішкентай матрешкадан сізге өсу керек те, сіз өсіп, жаңағы үлкен матрешкадағы адамды сіз бизнеске кіргізу үшін сізге жаңағы ортаны өзгерту керек біріншіден. Екіншіден сізге новый знакомство, новый таныстар, жаңа достар жинау керек. И сізді өзіңіздің біліміңізді күшейтуіңіз керек. Біліміңізді күшейту үшін сізге ерінбей талмай жұмыс істеу керек, оқу керек, метиленовый синий ішу керек, CBD масло, фактор 4 деген сияқты жаңағы біздің витаминдерді қолданып, өзіңіздің санаңызды, миыңыздың қабілетін бәрін жақсартатын болсаңыз, әлхамдулилля, сіздің командаңыз өседі, сіз бриллиант боласыз. Енді Алла разы болсын. Сосын мына шақырып жатырмын ғой адамдарды, кисеңдер, сен 1 жыл, 2 жыл бұрын кіріп қатырдың.